Ашықтық неге жоқ федерацияда? Президент пен бас хатшы екеуі тіл табыса алмай жатыр. Лауазым не үшін керек болды? Біреуінше сіз ол жақта жалақы да алмайсыз. Мен үшін ол жеңіл жұмыс. Яғни сіз өзіңіздің енді бұрынғы таныстықтарыңызды да қосқан шығарсыз, пайдаланған шығарсыз. Таңертең бір қоңырау болды дейді. Қай лигада көбірек келісілген матчтар? Екінші және бірінші лигалар. Ерболға қарағанда елдердің таныстары мықты болып тұр ма? Әркім өз қорытындысын жасайды. Сәлем достар, өздеріңіз білесіздер, жақында бізде футболдан жаңа маусым басталады. Осы орайда біз әлемде миллиондардың сүйіктісіне айналған спорт талқылайын деп отырмыз. Ал ол үшін студиямызға спорт комментаторы, жақында ғана Тараз клубының директорының кеңесшісі атанған Ербол Қайыровты шақырдық. Ербол, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Келгеніңізге қуаныштымыз. Ербол, енді сіз әдетте жылдың басын оқу жаттығу жиындарынан бастайтын едіңіз. Биыл бардыңыз ба? Осы Бардым. жөнінде айта кетсеңіз. Қаңтардың соңында Анталияға арнайы бардым, бірақ та 5 күнді алсақ, соңғы 4 күнде жаңбыр жауды, сондықтан да бірде-бір матч өтпеді, бірде-бір жаттығу болған жоқ. Командалардың бәрі залдың ішінде жаттығуларды өткізді. Дегенмен соңғы күні мен Ақтөбе футбол клубына барып, Наниді күтіп алам деп Ақтөбе футболшыларымен сұхбат жасадым, бірақ та Португалия футболшы өкінішке орай ол кезде болған жоқ. Дегенмен кейін Арсенал Қайрат матчына ұшып кеттім, және де ертең арғы күні енді қайтадан Анталия қаласына ұшып кетемін. Ақтөбенікіне барасыз, әлде басқа Басқа команда? клубтармен. Бүкіл клубтарды түсіреміз. Бірақ та клубтардың көбісі қазір Біріккен Араб Әмірліктеріне кетті, сондықтан да кейбір клубтарымызды көрмейміз, дегенмен басқа клубтармен сұхбат жасаймыз. Деректі фильм форматында болады ма сонда? Иә, әрине деректі фильм форматында. Өткенде қараша және желтоқсан айларында Ақтау мен Санкт-Петербург қаласына барып Нұралы туралы фильм түсірдік. Оған дейін Ғалымжан Кенжебек, Георгий Жуков, Рамазан Уразов, Димаш Қышкен сияқты футболшылар туралы деректі фильмдерді түсірдік. Негізі біздің жұмысымыз сол. Біз логтарды негізі қатты түсіруді жақсы көрмейміз. Мен үшін ол жеңіл жұмыс, сондықтан да деректі фильм ол көп уақытты жұмсайды, дегенмен нәтижесінде жақсы бір фильм шығады. Ербол мырза, енді сізді былтыр жылдың соңында Тараз футбол клубының директорының кеңесшісі лауазымымен таныстырды ғой. Енді бұл қызмет, жалпы лауазым не үшін керек болды? Біреуінше сіз ол жақта жалақы да алмайсыз. Шыны керек, осындай ұсыныс Ермұхамед Мәулен бауырымызға түскен болатын. Ермұхамед ол кезде Ордабасы футбол клубымен келісімшартқа отырды, сондықтан да маған хабарласып, мүмкін Тараз футбол клубына өзің баратын шығарсың деген сұрақ қойды. Мен көп ойланған жоқпын. Егер шынымен де осындай бауырлар бізді қолдаса, әрине біз де өз жұмысымызды істей берейік. Тараз әрине Қазақстан футболының меккасы деп айтуға болады. Зайнудинов, Кенжебек, Исламхан, Елдос Ахметов, көптеген футболшылар, әрине Дәурен Жұмат, Мұхаммед Қараман, көбісі Тараз футбол клубының түлектері. Сондықтан да осы команда, менің пікірімше, бірінші лигаға емес, премьер лигаға лайық, әбден лайық. Алғашқы кем дегенде 5 команданың қатарында болу тиіс, сондықтан да осындай шешім қабылдадым. Дидардың жоспарларымен, бағдарламасымен таныстым. Амбициясы зор, сондықтан да келістім. Бірақ та ұзақ жұмыс істемеймін, себебі премьер лигаға шыққан кезде әрине мен өз комментаторлық журналистік жұмысымды жалғастырамын, сондықтан да егер премьер лигаға шыққан кезде әріптестер, футбол қоғамы сол қадамды түсіне ме, түсінбей ме, ол жағын әрине өз оқырмандарымнан сұраймын. Бірақ та бастапқыда қазір осы басты мақсатты орындау керек. Басты мақсат ол әрине премьер лигаға шығу. Мысалы, сіз кеңесшісіз ғой, сонда кеңесшінің міндеті не? Ол мысалы трансферлер бойынша кеңес бере ме? Трансферлерге арасында араласып тұрамын, футболшылармен байланыстамын. Кейбір футболшыларға хабарласып, сосын кейін бапкерлік штаб пен басшылыққа ұсындым. Және де көптеген футболшылар қазір Тараз футбол клубына ауысып жатыр. Дегенмен мен өзім Астана қаласында тұрамын, бірақ та Таразға арасында керек кезде барып тұрамын, әсіресе матчтарға.
қандай принциптер бойынша енді жинақтап жатсыздар құраманы? Басты принцип футболшылардың сапасы, және де олардың ай сайын алатын жалақылары. Әрине ол құпия емес, көптеген қазақстандық футболшылар үлкен жалақыны талап етеді, сұрайды. Сондықтан да біз олармен сөйлесіп, біздің мөлшерімізде біз ұсына алатын жалақыны оларға ұсынамыз. Сондықтан да бұл осыған орай басты принцип ол әрине сапалы футболшыны аз ақшаға алу. Иә, тараздан өзінің түлектерін шақырып жатсыздар ғой, былайша айтқанда. Бұрын Иә, ойнап 80-90% Тараздың түлектері. Егер де кейбір позицияларда Тараз футбол клубының түлектері қазір басқа командаларда ойнаған кезде, мысалы қақпашыларды алсақ, я кейбір қорғаушыларды алсақ, әрине басқа аймақтардың өкілдерін шақыруға мәжбүрміз. Дидар Сыдықбек деп жатыр ғой, енді сіз былтыр білеміз, сізді о кісіні сынағаныңыз, иә, Ұлытау мен Атырау ойынынан кейін біраз нәрсе айтылды. Жалпы сол матч шынымен де келісілген матч болды ма? Сіз енді соның түбіне жеткен шығарсыз. Жеке пікірім, оны мен айттым. Бірақ та Қазақстан футбол федерациясының тұжырымы бойынша осы ойын келісілген деп айта алмайды. Сондықтан да олар сараптама жасады. Дегенмен Дидардың өзі арнайы қосымша құрылғы арқылы детекторға қатысып сұрақтарға жауап берді. Бірақ та Ұлытау футбол клубының өкілдері осы детекторға отырмады. Сондықтан да толты 100% осы матч таза болды деп айта алмаймын. Бірақ та Қазақстан футбол федерациясы ресми сараптама жасап, бәрі де оңды, бәрі де дұрыс деп шешім қабылдады. Дидар екеуміздің арамызды талқылайтын болсақ, біз дос емеспіз, бірақ та әріптеспіз, бір-бірімізді сыйлаймыз. Дегенмен досшылатып айтады демекші, сондықтан да мен Дидарға өз пікірімді ашық түрде айтам. Көбісі мысалы оны жасырып айтады, өз достарының арасында ғана айта береді. Мысалы мен ашық жариялаймын деп шештім, сондықтан да өз телеграм арналарымда, басқа сұхбаттарда ашық айттым. Сондықтан да ол ренжімей ме ол жағын ойлаған жоқпын. Сондықтан да менің басты принципім ашықтықты айту болды. Қазір енді қалай, мысалға сіз оны сынайсыз ба? Мынау дұрыс емес, мынау былай деген кезде ол түсіністік таныта ма? Сіздің кеңесіңізге құлақ аса ма деп жатқаным? Біріншіден біз 1,5 ай ғана бойы ғана жұмыс істейміз. Сондықтан да қазір соның айтудың өзі ерте сияқты, бәрін маусым шешеді. Маусым барысында барлық принциптер шығады, барлық матчтар шығады. Сондықтан да қазір мен қалай болатынын айта алмаймын болашақта. Ал өзіңіз айтып өттіңіз ғой, хабарласып өзім ұсынған футболшылар болды деп, қазір команда сапында ма сол футболшылар? Келісімшартқа Команданың отырды ма? сапында кейбірлері кетіп қалды. Себебі бабында емес, алайда оларға мүмкіндік берілді. Сондықтан да бастысы максималды түрде барлық футболшыларға мүмкіндік беру. Сондықтан біз мүмкіндік бердік. 90-80% Жамбыл футбол клубының түлектері. Яғни сіз өзіңіздің енді бұрынғы таныстықтарыңызды қосқан шығарсыз, пайдаланған шығарсыз. Негізі мен көптеген футболшылармен достасам, оны жасырмаймын. Дегенмен ол өте мықты футболшылар, Қазақстан құрама командасында ойнаған футболшылар, сондықтан да оларға да мүмкіндік беру керек екенін шештім. Енді келісілген матчтарды айтып өттіңіз ғой, енді Қазақстан футболында өзіңіз біраздан бері жұмыс істеп келесіз. Жалпы осы соңғы жылдары келісілген матчтар сіздің ойыңызша азайды ма, әлде керісінше? Азайды деп айта алмаймын. Қазақстан футбол федерациясының президенті Марат Омаров соны растады. Біз әлемде 4-ші орында келе жатырмыз деп айтқан болатын. Ермұхамед Мәулен әріптесіміздің ақпаратын да растады. Сондықтан да біз футболшылармен, төрешілермен сөйлескен кезде, әрине олардан осындай ақпарат алып тұрамыз. Футболшылар да аң-таң. Мысалы, бір шабуылшы шығады делік, мысалы, ол ойнап жатыр, таласып жатыр, күресіп жатыр, демекші соққы жасап жатыр. Бірақ та кенеттен қорғаушылар және де қақпашылар қателік жібереді. Әрине осындай күмәнді моменттер бар. Сондықтан да біз қараймыз, талқылаймыз. Бірақ та біз жалғызбыз, ал матчтар көп. Бірінші лига, екінші лига матчтар бар. Сондықтан да біз бәрін талқылай алмаймыз. Сондықтан да арнайы Марат Омаровтың қолымен осындай бір интегрити бөлімі құрылды. Осы бөліммен біз байланыстамыз. Дегенмен бірде-бір футболшыны, бірде-бір төрешіні, бірде-бір спорт саясаткерін әлі де жазалаған жоқ.
бірақ та Ермұхамед екеуміз 2022 жылдың бір видеосын көрдік. Ақтөбе футбол клубының басшыларының бірі бас төрешіге ақша ұсынғанын көрдік өз көзімізбен, бірақ та сол бұрынғы басшылар федерациядан кетіп қалды, сондықтан да ешкімді жазалаған жоқ. Сол директор өз жұмысын, өз орнын босатты. Тып-тыныш болды. Яғни сіздер дәлел бар, бірақ жазалайтын себеп жоқ па? Ол видеоны бізге ешкім берген жоқ. Көріңіздер, қараңыздар деп айтқан болатын. Біз сол вице-президент пен бас хатшының кабинетінде болып бізге көрсетті. Алайда бізге жіберген жоқ. Біз әрине оны жасырмаймыз, бірақ та ашық аттарын жариялаймыз. Ол заңды түрде жазаланды, сондықтан да бізде құқығымыз жоқ, өкінішке орай. Енді сіз өзіңіз байқап жүрген шығарсыз, қай лигада көбірек келісілген матчтар сіздің Шығыс ойыңызша? Еуропада. Ал Қазақстанды алсақ, әрине екінші және бірінші лигаларда. Қазақстан премьер лигасында ол жақта біздің матчтарымыздың тағдырлары кабинеттерде шешіледі. Ол жақта басы ол ақша емес, облыс әкімдері, басшылары, клуб президенттері өзара федерациямен, қарсыластармен шешеді. Сондықтан да бұл матчтардың басты мақсаты өз мақсаттарына жету. Мысалы, бір клубқа үштікке кіру керек, мысалы делік, сондықтан да бар күшін салып басқа қарсыластармен бір келіссөздер жүргізеді. Келесі жылы олар керісінше 3 ұпай қайтарады. Мысалы, 6 ұпай алса, екеуінде де бір қарсылас екінші қарсыласқа жеңілсе, мысалы келесі жылы 2 рет ол команда ұтылады, осы командаға. Және де ал бірінші және екінші лигаларда әрине әртүрлі компаниялар, әртүрлі шағын агенттіктер бар, олар футболшыларға шығып әртүрлі ұсыныстар жасайды. Көптеген футболшылар айына 200-250 мың жалақы ғана алып тұрады. Сондықтан да осы компаниялар пайдаланып футболшыларға әртүрлі ұсыныстар жасайды. Мысалы, бір матчтың ішінде 1 миллион кеуін табуға болады. Сондықтан да футболшылар арасында қателіктер жібереді, керек болса қызыл қағаз, сары қағаздар алып тұрады, автогол жасайды. Қақпашылар да соларды біледі. Негізі осы адамдар шетелден шыққан, олар бастысы қақпашылармен, орталық қорғаушылармен келісіп қояды. Мысалы, шабуылшылар, мен айтқандай, олар мысалы ештеңені білмейді, сондықтан да қорғаушы мен қақпашылар бәрін біледі. Бапкер, мысалы, Ұлытау Атырау матчын алсақ, мысал ретінде, тәсіл ретінде, мысалы, бір қақпашы бар, оның бір жарақаты бар, бірақ та егер де ол медикалық қызметкермен жұмыс жасаса, мысалы, обезболивающий дейді ғой, соны жасаса, ол алаңға шығып тұрады. Бірақ та дәл осы матчта алаңға шыққан жоқ. Бапкердің өзі басқа командамен сөйлесіп, қақпашыны алаңға шығармаймыз деп осындай шешім қабылдаған болатын. Бапкерлер арасында біліп тұрады. Бірақ та мысалы SD Family командасын алсақ, Дидардың өзі жасырмайды. Әртүрлі ұсыныстар түсіп тұрады. Дегенмен мен ештеңе ете алмаймын. Жас футболшылар, оларға да күн көру керек, олар да отбасыларын асырайды. Сондықтан да оларға үлкен қомақты ақша ұсынған кезде олар да міндетті түрде осындай қателіктер жіберіп тұрады. Енді жақында ғана шықты ғой бір ақпарат, Шахтер футбол клубы мен Тараз футбол клубы осы Қазақстан премьер лигасына шығуға таласады деген сияқты ақпарат. Енді өзіңіз айтып отырсыз, бірінші лигада жаңағыдай келісілген матчтар көп болуы мүмкін деген сияқты. Сіздің ойыңызша енді Тараз сонда биыл Қазақстан премьер лигасына шыға ма? Шығуы мүмкін. Осындай мақсат қойылып жатыр. Бірақ та мен айтатын дүнием, бірінші және екінші лигаларда сізде қандай да бір инсайдерлік ақпарат бар ма деп отырғанмын ғой бұл тұрғыда. Бар дегенде, әрине матчтың алдында ондай инсайт ақпарат бар, бірақ та дәл мақсатты қоятын командалар, олар ондай матчтар ойнамайды. Немесе сирек ойнайды. Олардың басты принципі матчта жеңу, сондықтан да жоғары мақсат қоймайтын командалар, олар әрине
келісілген матчтар ойнайды. Басты принцип олар бірінші лигадан шығып кетпейді, екінші лигадан шығып кетпейді. Сондықтан да осындай бір ортаңқол командалармен бірге келісілген матч ойнау әбден мүмкін. Жалпы енді мысалы Марат Омаровтың өзі де мойындап отыр ғой келісілген матчтардың көп екенін, иә. Жағдай неге ушығып кетті? Былай қарап тұрсаң, команда саны көп емес. Енді бір футболымыз соншалықты бір алға кетіп қалған деңгейде де емес. Сіздің ойыңызша? Менің пікірімше, көптеген шет елдерінде осы матчтарға бәс тігуге болады. Әртүрлі лигалар бар. Таиланд бар, Польша бар, Қазақстан бар, Румыния бар, тіпті әртүрлі аралдарда орналасқан елдер бар, мысалы. Және де бәс тігетін компаниялар, бәс тігетін адамдар өте көп. Миллиондаған адам күні бойы бәс тігеді. Әрине, осыны біле тұра көптеген шетелдік компаниялар футболшыларға шығып, осындай бір осыны жасайды. Мысалы 10 миллион теңге екі команда ұсынады, иә. 4-5 ойыншы қатысады соған. 1-2 қақпашы, орталық қорғаушылар, шабуылшы мысалы, иә. Және де олар осыдан бірнеше есе пайда алады екен. Олар осы матчқа бәс тігіп, үлкен бір коэффициентпен бәс тігіп, үлкен бір ұтысқа ие болады. Иә, енді сары қағаздар, қызыл қағаз ол жерде көп қой. Ал Қазақстанда жағдай неге ушығып кетті деген сұрақ қой. Ол бұрыннан болған нәрсе. 90-шы жылдары мысалы ең бай командалар, ең ірі командалар, олар әрине көптеген әлсіз командалар да осындай матчтарға қатысуға мәжбүрледі. Облыс әкімдері, қала әкімдері өзара осындай моменттерді шешкен болатын кабинеттерде. Мен оны жасырмай айттым. Футбол федерациясы да бәрінде білетін, бірақ та төрешілер де. Мысалы, қазірдің өзінде премьер-лигада осындай матчтар көп, бірақ та жасырудың өзі қиын болып кетті. Мысалы, 90-шы жылдар әлеуметтік желілер жоқ. Біздің телевизия саламыз бір ғана матчты, бүкіл турлардың бір ғана матчын көрсетеді. Мысалы, 6-7 матч болса, соның біреуін ғана хабар телеарнасы көрсетеді. Бұл қалған ешкім көрмейді. Жанкүйерлер ғана кіреді болды. Телефондар жоқ, ешкім ештеңе түсірмеді, сондықтан да дәлелдеудің өзі қиын болды. Дегенмен 2007 жылы Қайрат Екібастұз командалары осында келісілген матч ойнайды деген ақпаратын ұсталып, Екібастұз командасы бірінші лигаға түсірді, ал Қайрат командасы қалды. Сол кезде жаңа федерация басшылары келді, осындай шешімге келді. Неге екенін білмеймін, бірақ та екі команданы жазалаған жоқ, бір команданы жазалады, Қайрат қалды. Бұл басшылыққа байланысты шығар енді. Ықпал. Сол шығар, иә. Жоққа шығармаймын оны. Федерацияда басшылық ауысты, жалпы көңіліңіз тола ма қазір? Толықтай көңілім толады деп айта алмайын. Дегенмен біздің мемлекетіміздің, біздің еліміздің басшысы осындай шешімге келді. Міндетті түрде ірі меценаттар біздің футбол клубтарымызды приватизация жасайды деген бұйрық берген болатын. Осыған орай, осы президентіміздің арқасында Қазақстан футбол федерациясының басшылығы да меценаттармен сөйлескен кезде оларға да жеңіл болады. Сондықтан да мемлекетіміздің көмегімен Марат Омаров мырза осы бағдарламаны жүзеге асырып жатыр. Дегенмен федерацияның өзінде қаншама бір ірі жанжалдар бар. Мысалы, президент пен бас хатшы екеуі тіл табыса алмай жатыр. Жаңадан басшылар келіп жатыр. Вице-президент тағайындалып жатыр. Жақында тағайындалады. Сондықтан да әртүрлі группировкалардың өкілдері бір-бірімен тіл табыса алмай жатыр. Сондықтан да көңілім толмайды. Неліктен бірнеше командалардың өкілдері федерация кіреді. Егер де бірнеше командалардың өкілдері бірдей жұмыс істеген кезде осындай жанжалдар шыға береді. Сондықтан да көңілім толмайды. Келісілген матчтар көп. Мысалы, өткен жылы Қызылжар Тұран матчы күдікті болды. Бірақ та футбол федерациясы екі төрешіні жұмыстан алып тастап, қазір біреуі оқу-жаттығу жиындарына жүр Түркияда, екіншісі жоқ. Және де ресми түрде осы матчтың қорытындысы, сараптамасы ешкімге көрсетілмеді, жариялаған жоқ. Сондықтан да толықтай егер де жұмыстарын бастаған кезде оны көрсету керек. Біз көрген жоқпыз, ресми запрос жасау керекпіз. Сондықтан да келісілген матчтар көп дейді Марат Омаров мырза. Дегенмен
анық ешкім ештеңені көрсетпейді. Өзіміз жұмыс жасаймыз, өзіміз ақпарат жинаймыз, өзіміз бақсы саласында жүргендіктен осындай инсайттар беріп тұрамыз. Және де интегрити бөлімі бізге хабарласып, бізден ақпарат алып тұрады. Менің пікірімше, олар жұмыс жасап, өздері кез келген нәрсені білуі тиіс. Мысалы, прослушка дейді. Италияда қаншама жұмыс атқарылды, бірнеше командалар БСС сериясына кетіп қалды, түсіп кетті, футболшылар ұсталды. Түркияда қаншама футболшылар бәс тікті, тіпті суперлига командалары да бар, өткен жылы ғана шыққан ақпарат. Неліктен біздің федерациямыз арнайы органдармен келісіп қоймай, осындай прослушка енгізбейді? Неліктен төрешілерге командалар шығып тұрады, бас бапкерлер мен ойыншыларға шығып тұрады дегенде. Сондықтан да біз футболымызды тазартпай, біз футболымызды дамыта алмаймыз. Ашықтық неге жоқ федерацияда, сіздің ойыңызша? Бәрі баспасөз бөліміне байланысты ғой. Баспасөз бөлімі егер де журналистермен жұмыс жасамаса, ашық түрде сұхбат бермесе, спикерлер ұсынбаса, біз ашық түрде, біз ашық федерацияны көре алмаймыз. Мысалы, мен Марат Омаровпен сұхбат жасаймын деп бірнеше рет федерацияға хабарласқан болатынмын. Бірақ та оның көмекшісі, оның баспасөз хатшылары бірде-бір рет нақты жауап берген жоқ. Мүмкін болады, мүмкін болмайды дегенмен беру тиіс. Бір жылдан асып кетті. Қазспорт телеарнасына барып, қазақ тілінде сұхбат бердім, қытай тілінде бердім. Әйтеуір мен оның айтқан дүниелерін түсінбей қалдым. Шыны керек. Оны Ермұхамед те айтты, бәрі де айтты. Сондықтан да жақсы, мақұл, орыс тілінде сөйлескісі келсе, сөйлесін, орыс тілінде сұхбат берсін. Біз сұрақ қоюға дайынбыз. Біз ашықпыз. Бірақ та бір жылдың ішінде мүмкін қазақ тілінде сұхбат береді деп айтқан болатын. Әлі де көрген жоқпыз. Сіз енді өзіңіз де осы федерация басшылығынан үмітті болдыңыз ғой, сайлауға түстіңіз, түсінуімше, енді ол кезде сіздің бір нақты жоспарыңыз болды, бірдеңені өзгерткіңіз келді. Ашық жарияладым, YouTube арнасында бар. Нені өзгерткіңіз келді сонда, сіздің жоспарыңыз не еді? Бастапқыда Қазақстан футболының инфрақұрылымын көтеру керек еді. Инфрақұрылым деңгейі өте төмен, өте нашар. Мысалы, қазірдің өзінде 5-6 командамыз Қазақстан премьер-лигасының, олар басқа қалаларда ойнайды. Алматыда, Түркістанда, Алматы, Астанада, Түркістанда және басқа қалаларда. Сондықтан да академиялар салдыру керек, инфрақұрылымның деңгейін көтеріп, жасөспірімдер ойнайтын академиялар салдырып, оларға жақсы бір мүмкіндік беріп, Қазақстан ауылдарында, қалаларында, шағын қалаларында қаншама дарынды футболшылар жетіп жатыр. Бірақ та олар 10-15 жасқа келіп футбол мансаптарын бастамай аяқтайды. Сондықтан да оларға бәрін көрсету керек. Дастан Сатпаевтар сияқты футболшылар біздің кез келген аймақтарымызда көп, тіпті Тараздың өзінде мысалы. Бірақ та олар қолайлы жағдайлар болмағандықтан футболдан кетеді. Грузия елін алсақ, УЕФА бағдарламасы арқылы қаншама футбол академиясы ашылды. Сөйтіп, қазір олар осы еңбектің жемісін көріп отыр. Еуропа чемпионатына шығып, тіпті плей-офф кезеңіне дейін шықты, тәп-тәуір ойнап жатыр. Жас футболшылар көп, дарынды футболшылар көп, көбісі Еуропада ойнап жатыр. Сондықтан да осы бағдарламаны мен де алып арнайы жаздым, мамандарға көрсеттім. Мамандар да өз бағасын берді. Сөйтіп, кемі 2-3 аптаның ішінде осы бағдарламаны жарияладым. Желтоқсанның 1-2-сі мені ресми түрде тіркеді, үміткер ретінде. Желтоқсанның 20-сы сайлау болды. Сол сайлау алдында мен кез келген үміткерді дебатқа шақырдым. Дегенмен бірде-бір кісі басты үміткерлер жауап берген жоқ. Алтай Домов қана келісті, болды, қалғандары өкінішке орай бас тартты. Жобалары сіздің жобаларыңызбен салыстырғанда қандай еді? Марат Омаровтың нақты жобасы болған жоқ, бір ғана беті болды. Қазақстан футболының даму стратегиясы болды. Біз ештеңені түсінген жоқпыз, естіген де жоқпыз. Басты айтқан сөздері, мен ресми лауазымда жұмыс істеймін, менің арым, репутациям таза, болды, мені сайлаңдар. Болды. Кез келген адам оны айта алады. Кез келген адам оны айтса, білмеймін енді.
меніңше конкретно бір бағдарламасыз сайлауға қатысудың өзі. Мен де ойланып қалдым, мен не үшін шықтым сонда, не үшін бағдарлама жазып отыр, мен не үшін уақыт жұмсап отырмын, мүмкін мен де шығып кетейін. Достармен сөйлесіп соңына дейін барайық деп шештік, сөйтіп қатыстық 0 даусымен. Өзім Ақмоланың атынан шықтым. Сол Ақмола облысының бас хатшысы, футбол федерациясының бас хатшысы өзі келген жоқ. Онымен сөйлескен кезде таңертең бір қоңырау болды дейді. Оған хабарласқан кезде сайлауға келме, әйтпесе жаныңызды шығарамыз деп сөйтіп келген жоқ. Оның орнына басқа бөтен бір кісі отырды. Мен оны жеке танымаймын, шын айтамын. Шыны керек, білмеймін, жұмыс істей ме, Ақмола футбол федерациясы істемей ме. Сөйтіп ол да өз дауысын басты үміткерге. Сонда сізден қазіргі федерацияның басшылығы қорықты ма? Әрине. Дауыс көбірек жинап кетеді. Әрине. Ащы шындықты айтатын, жазатын адамнан әрине бәрі қорқады. Марат Омаровтың адамдары бірнеше рет шыққан болатын, осылай отырып сөйлестік, бірақ та өз талаптарымды қойдым. Міндетті түрде, егер де әртүрлі ақпарат болған кезде жасырмай жазып тұрамын деп айттым. Мүмкін осы моменттер оларға ұнамаған шығар. Ол жағын команданың өзінен сұрау керек. Ашық айтылмады ол. Иә. Енді білеміз, соңғы жылдары жалпы футболдағы инсайттарды сізге тиесілі Абаттың Сақалы сияқты басылымдар көбірек жазып жүрді ғой. Енді бұл қатарға әріптесіңіз Елдар Аманбаев қосылды қазір, Нанидің келетінін де алғашқылардың бірі болып жазды деп айтуға болады. Жалпы қазір Ерболға қарағанда Елдардың таныстары мықты болып тұр ма деген сұрақты. Екеуміздің таныстарымыз да мықты негізі, бірақ та мен білетін дүниені барлығын жаза алмаймын. Өзімде футболшылармен жұмыс істеймін, агенттікте бармын. Сондықтан да ашық түрде осыны алдын ала жазуға болмайды. Мысалы, мен жұмыс істейтін адамдардан рұқсат сұраймын, Ербол ерте деп айтады, сондықтан да жаза алмаймын. Бірақ та арасында әріптестерімізге беріп тұрамын, дос ретінде. Мүмкін Эльдардың өзіне. Көбісі әрине Эльдардың бір үлкен бір спорт саясаткермен жұмыс жасаған айтып отыр. Біз де естиміз, бәрін біліп тұрамыз, жеке сөйлесеміз, бірақ та ол жоққа шығарып отыр. Дегенмен 2-3 команданың инсайттары барлығы бір ғана Telegram арнасында шығып тұрады. Әркім өз қорытындысын жасайды. Инсайт демекші, енді мысалға Нани сияқты футболисттер келді ғой енді, Мозес келді. Сол сияқты бір тағы да супер бір трансферлер болуы мүмкін ба? Бенсан Абубакар ұсынылды. Ақтөбеге емес, басқа командаларға. Дегенмен біздің клубтарымыз осы кандидатурадан бас тартты. Кезінде Барселона, Испания Ла Лигасында ойнаған бір уругвайлық футболшы ұсынылды, бас тартылды. Сосын Ливерпульде ойнаған Шелби деген орталық жартылай қорғаушы ұсынылды, бас тартты біздің клубтарымыз. Сондықтан да 100% тағы бір жұлдыз келеді деп айта алмаймын. Дегенмен Ақтөбе футбол клубы тырысып жатыр, сөйлесіп жатыр. Мысалы, халықпен де сөйлесті. Халықтың агенті $10 миллион сұрады. Максималды түрде Аққызылдар оған $3 миллион ғана ұсына алады. Сондықтан да мүмкін халыққа жақын деңгейлес па? Бір жұлдыз келетін сияқты. Ақтөбеге. Өзге клубтарда. Қайсар іздеп жатыр. Курт Сумамен сөйлесті. Оны өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Сосын айтпақшы, біздің агенттігімізде бірнеше футболшыны ұсынды негізі Қазақстан клубтарына, бірақ та олар көбісі Нанидің кейсін түсінбейді. Сондықтан олар осындай қомақты ақша ұсынуға дайын емес. Дегенмен бір ғана жұлдыз келеді, меніңше ол Ақтөбе. Ал Тобылмен де сөйлескен болатын, Қайсармен де сөйлескен болатын. Мүмкін осы командалар енді тағы бір жұлдыз аламыз деп осындай күмәнді шешім қабылдамады.
Ақтөбеге жалпы бұл жұлдыздар қаншалықты керек? Былай қарасақ, инфрақұрылымның деңгейі төмен. Стадионның Стадион өзі де нашар. жаңарту жұмыстары өткізілмей жатыр. Білмеймін, енді айына қанша алып тұрады, 40-50 миллион, 70 миллион. Меніңше осы ақшаны инфрақұрылымның дамуына жұмсау керек. Мысалы, Дюшор 8-де команда ойнамайды, алғашқы 2 турда Түркістан қаласына барады. Неліктен? Фанаттар Түркістанға бара ала ма, бармай ма, ол жағын айтудың өзі қиын. Дегенмен Ақтөбе міндетті түрде өз қаласында футбол ойнауы тиіс деп ойлаймын. Енді Нани келеді, ертең кетеді, болды. Қанша матчқа қатысады? Мысалы, 33-34 жастағы жұлдызды футболшылар шақыруға болады ғой. Они бір жыл бұрын мансабын аяқтады, медиалигада ойынын көрдік, тәуір ойнады деп айта алмаймын. Жас та келді, сондықтан да алаңда өз көмегін көрсете ала ма, алмай ма, 100% сенімді емеспін. Дегенмен оның позициясына бір футболшы іздеп Дмитрий Топаловты алып келді. Ол жас, Донецк Шахтер командасында ойнаған. Жақсы деңгейдегі футболшы деп айтуға болады. енді жақында суперкубок қой, Қайрат пен Тобыл командалар арасында. Биыл суперкубок кімге бұйырады сіздіңше? Әрине, басты фаворит алматылық Қайрат. Олар қаңтардың 28-і Арсеналға қарсы ойнаған болатын. Ал қостанайлық Тобыл соңғы ресми ойындарын қазан, қараша айларында өткізді, сондықтан да оларға да қиын болады. Қайрат бір апта демалып, кейін қайтадан Түркияға аттанды, сондықтан да менің болжамым Қайраттың жеңісі. Тобыл өкінішке орай Ислам Чесноковтан айырылды. Оның орнына Амин Талал келді. Венесуэладан Луис Гера деген футболшы келді, бірақ та тез арада оны алмастыра ала ма, алмастыра алмай ма, айтудың өзі қиын. Бірақ та кез келген шетелдік футболшыға адаптация үшін бірнеше ай керек. Мысалы, егер Ресей, Украина чемпионаттарынан келсе, оларға жеңіл болады. Тілін білет, шамамен ауа райы да сондай, қар бар мысалы. Ал бірден Венесуэла елінен Қазақстанға келсе, айтудың өзі қиын. Бүгін кеше ғана енді Абат Айымбетовтің Румыния чемпионатына қосылған туралы ақпарат тарады. естіп жатырмыз. Абаттың мүмкіндіктерін қалай бағалайсыз? Өкінішке орай, соңғы 6 ай бойы ойын тәжірибесіз қалды, клубсыз қалды. Дегенмен Астана, Ақтөбе командалары шақырды. Бірақ та Абатпен сөйлескен кезде міндетті түрде Еуропада ойнағым келеді деген пікір айтқан болатын. Иран командалары да шақырды. Негізі Иран чемпионаты өте мықты. Біздің көршілеріміз, Өзбекстан құрама командасының бірнеше футболшысы Иранда доп теуіп жатыр. Сондықтан да Иран чемпионатын негізі қарап отырмыз арасында. Егер де осы елге барып келісім шартқа отырса, жақсы болар еді. Бірақ та Румыния чемпионатында енді ойнайды. Петролол командасы өкінішке орай жоғары орындарға талас алмай жатыр. Дегенмен осы жарты жыл ойнаса, мүмкін кейін топ командаларға ауысады. Ол жағын көреміз. Бірақ та Түркиядан да бірнеше ұсыныстар болды негізі өткен жылы. Бірақ та клубсыз қалды. Бабына ене ала ма жалпы енді Абат? Әрине. Бұл жарты жылдың ішінде формасын жоғалтып алды, бірақ та 1-2 айдың ішінде формасына қайтадан оралады деген пікірден. Мысалы, Ислам Чесноков ол соңғы матчтарын қараша айында өткізген болатын. 2 ай демалды. Сосын қарсының өзінде бір ай бойы жаттығу жасап, осылайша алаңға шықты. Сондықтан да мен де Абатқа сенем. Бірнеше гол соғады. Уақыт береді, көп оған. Бірақ та оған көп уақыт берілмейді. Петролол командасы міндетті түрде осы премьер-лигада қалуға бар күшін салады. Сондықтан да тез арада 2-3 аптаның ішінде оған бабына келу керек. Жалпы енді Румыния чемпионатында ең аз гол соққан клуб. Сондықтан да шабуылшы деген болатын. Толтыра ала ма?
гол соғып дегендей. 4-5 гол соқса, менің пікірімше жақсы бір көрсеткіш болады. Жаңа сіз келісілген матч деп қалдыңыз ғой, соған мысалы сіз осы күнге дейін енді қаншама футболшылармен араластыңыз, бапкерлер жеке танисыз деген сияқты. Солардың арасында мен келісілген матчқа қатыстым деп бір мойындаған, немесе сіз тікелей сұрағанда иә деп жауап бергендер бар ма? Екінші, бірінші лигаларда ойнаған футболшылар иә мойындады. Қазақстан Бірақ премьер-лигасында? өзі емес, осы футболшылар ойнады деп айтады, әрине. Қазақстан премьер-лигасында менің пікірімше болды деп айтады. Мысалы, мен подкасттың басында айттым ғой, енді шабуылшылар жүгіріп жатыр, таласып жатыр. Кейін қараса, орталық қорғаушы қателік жіберіп қояды, гол жіберіп қояды. Бәрін түсінеді. Сөйтіп айтады, Ербол, осы матч күмәнді болды. Араласып тұрамыз. Тікелей сұраған кезіңіз болған жоқ. Сен күдікке іліндің деген сияқты. Ол бұрын болды. Мен бұрын телеграм арналарым, өз телеграм арналарым болмағандықтан, білмеймін, жазған жоқпын. Уже құпия түрде айтты ғой соны. Бірақ та қазір Қазақстан футбол федерациясы егер де менен сұраған кезде міндетті түрде барлық ақпаратты беруге дайын. Бірақ та интегрити бөлімі менің пікірімше футболшыларға, командаларға қысым көрсете алмайды. Сондықтан да әрине олар футболшыларды шақырады, футболшылар жоққа шығарады. Әрине жоқ дейді. Сондықтан да детекторға отырғызу керек. Тек детектор оның қаншалықты ашық болғанын көрсетеді. Детекторға бірақ келісе бере ме футболшылар, иә? Ой. Дидар Сыдықбек келісті. Қалғандар келіскен жоқ. Жақсы. Енді Қайрат деп айттық қой жаңа. Қайрат айтқан кезде қазір бірден Дастан Сатпаев, Темірлан Анарбеков сияқты футболшылар еске түседі. Енді қазір оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр алматылық команданың. Бірақ ол сапта Дастан жоқ. Қазір еміне жазылып жатыр екен. Алматыда бірақ қосылады деп айтты. Осы орайда енді біз Дастанды әбден жаңағы жұмысқа салып тастады деп айтадымыз ғой. Солай өзіміз құртып алмадық па жас баланы? Қазір енді емделіп жатыр, біраз уақыт болды. Чемпиондар лигасында да біраз матчқа қатыса алмады. Осы тұрғысында өзіңіз не айтасыз? Дастан ұлттық құрамаға шақырту алған кезде, менің естуімше Қайраттың басшылығы бапкерлік штабқа шығып, осы бала 90 минут ойнамасын деген пікір білдірген болатын. Сөйтіп осылайша ол 15-20 минутқа шыққан. Дегенмен үлкен бір нагрузка болды. Сондықтан да 17 жасында қаншама командаларға көмектесіп, керек болса жасөспірімдер құрамасына қатысып, U21-де ойнады, ұлттық құрамада көмектесті. Қайраттың өзіне қаншама турнирлерге қатысты, чемпиондар лигасына шықты. Әрине 17 жасында көптеген матчтарға қатысып, осылайша жарақат алды. Сондықтан да біртіндеп енді қайтадан бабына келеді. Бірақ та наурыз айында бүкін алаңда көрмеуіміз әбден мүмкін. Жас баланы аяу керек, оған да шыдамдылық керек. Мүмкін Челсидің осындай бір талабы, бала көп ойнамасын, жас 17-те ғана. Сондықтан да Қайрат оларды тыңдап, оның орнына басқа бір шабуылшы іздеп жатқан сияқты. Яғни Дастан бір соншалықты ауыр халде деп ойламайсыз ғой сіз? Жоқ. 1-2 айда қалпына келеді деген пікірдемін. Бірақ та негізі Қайрат бәрін дұрыс жасап отыр. Ұлттық құрамамен де сөйлесіп, оның өзіне мүмкіндік беріп, катар басқа елдерге операцияға емделуіне мүмкіндік беріп, негізі бәрін де дұрыс жасап отыр. Бірақ та Қайратта түсінемін, қараша айында, қазан айында қанша матчтарға қатысқан болатын, бірнеше гол соқты. Оларға да міндетті түрде чемпиондық аламыз деген ниетпен алаңға шығып, Дастан Сатпаевқа мүмкіндік берілді. Басқа шабуылшылар жоқ. 2 шабуылшы жарақат алды. Жоу Паул, Элдер Сантана қатыса алмайды. Сондықтан мысалы Рикардини мен Эдмилсон олар бабында емес. Сондықтан да Дастан Сатпаев ол басты кандидатура шабуылда болды. Басқалар жоқ. Амалсыздан алаңға шығарды.
сіз өзіңіз енді жаңа әңгіменің басында да айтып қалдыңыз ғой, мен негізі ашық тіке айтамын деп. Иә. Сол кейде жаңағыдай тіліңізден тауып алып жататын кездер болады, жаңағы ренжіп жатады сізге мысалы енді таныстарыңыз деген сияқты. Сондай бір түсінбестік араларыңызда Жеңіс клубының директоры Айдын Қожахметпен болғанын білеміз осы бір айдай бұрын, иә? Негізі мен өз постымды самат смақовқа арнаған кезде Елімай мен Жеңіс матчын талқылаған болатынмын. Ол кезде Айдын мырза өзі директор лауазымында жұмыс істемеген, бірақ та оның намысына тиіп мен туралы пост шығарған болатын. Бір жағынан оны аға ретінде біз сыйлаймыз, бірақ та ат жөнінде ашық түрде жариялағаннан кейін оған дейін неге хабарласпай қалды деп түсінбей қалдым. Сондықтан да жауап беруге мәжбүр болдым. Егер жауап бермесем, мен де жұрт түсінбейді. Бұлай негізі арамыз түзу. Әрине дос емеспіз, шай ішпейміз, бірақ та Шайға шақырды ғой. мен де түсінуге болады. Шақырды, бірақ та хабарласқан жоқ қой. Наберу Сіз деп жазды ғой, бірақ дебатқа шақырдыңыз. дебатқа шақырдым, иә. Бірақ та мен де түсінуге болады. Мен жауап бердім. Кейін ол жауап берді. Мысалы, сондай жаңағыдай әлеуметтік желідегі былайша айтқанда ұрыстан кейін жеке кездескен кезде ол қарым-қатынас қалып қоя ма, әлде солай бір Жоқ, керек болса отырамыз ғой, сөйлесеміз ғой, бірақ та оны көрген жоқ. Мысалы, мен Жеңістің бір матчында болдым. Қаңтардың 22-сі 23-і Түркияға ұшып келіп, Жеңісте матч болды, бірақ та оның өзі Түркияда болған жоқ. Кейін ол келді, мен кетіп қалдым. Мүмкін қазір Түркияға қайтадан барсам, мүмкін ол болса, мүмкін сөйлесеміз. Бірақ та мен өз пікірімді ашық түрде айттым. Неліктен осы посттың алдында жеке хабарласпады. Менің ат жөнімді жазып сынадым. Әрине, мен өз аты жөнімді көргеннен кейін оған да жауап беруге мәжбүр болдым. Әрине, әріптестер де түсінбейді. Мен де өзімдікін дұрыс деп айта алмаймын негізі. Ол үлкен кісі ғой. Бірақ та егер бірдеңені жасырсам, жұрт түсінбеуі мүмкін. Сондықтан жауап беруге мәжбүр болдым. Сіз енді тәрбиелеуге тырысты ғой кішкене посттар арқылы. Мүмкін. Енді өзіңіз жағажай футболынан спорт шебері екенсіз. Бұл атақ сізге қаншалықты қажет болды? Атақ қажет болды дегенде, командаға шақырған кезде осындай лауазым беріледі деп білмеді шыны керек. Біздің атақты журналистіміз Тимур Камашев арнайы командасына шақырды. Ярыш командасы, тарихы бар команда. Сонау Мұхтар Әуезовтің өзі көптеген жылдар бұрын ойнаған болатын. Сөйтіп командаға шақырған кезде келдім, ойнадым, бір-екі гол салдым. Бірақ та көп ойнаған жоқпын. Шыны керек, Ресейдің футболшылары көп ойнады. Біз үшінші пятеркада ойнадық, сондықтан да мен үшін ол жай ғана жаңа тәжірибе. Кубокқа қатыстық, соңғы матчта жеңілдік, өкінішке орай күміс жүлде алдық. Бірақ та чемпионатты алып кеттік. Жағажай футболын негізі жақсы көрем. Бұрыннан көп көрмедім, бірақ та бөлек бір дүние. Матчтарда тап-тамаша, музыка ойнап жатыр, керемет голдар соғылып жатыр. Үлкен футболмен салыстырсақ, кемі 10-15 гол соғылып жатыр. Сондықтан да осы командаға келіп, міндетті түрде бар күшімді салып ойнадым. Өте әдемі спорт түрі деп айтуға болады. Болашақта қала бересіз бе, әлде карьераңызды аяқтадыңыз ба? Егер командаға шақырса, айтпақшы, Арман командасы шақырды ғой, бірнеше дүркін чемпионы. Бірақ та мен Ярышпен келісіп қойғанмын, қалам деп шештім. Ярыш командасы өткен жылы чемпионатқа қатыспады. Өкінішке орай. Соны біле тұра, егер білген кезде мүмкін Арман командасына ауысатын едім. Бірақ та мен Ванга емеспін, білген де жоқпын. Сенді федерацияға болашақта қайтадан басшылыққа баруыңыз мүмкін бе? Енді бұл мақсат па сіз үшін? Кеше бір сұхбаттарыңызды айтыпсыздар. Кеше бір саясаткермен сөйлестім ғой. Шыны керек, қазір сен Қазақстан футбол федерациясына бара алмайсың басшы ретінде. Жүйе өзгеру керек. Сенің айтқан дүниелеріңді ешкім түсінбейді.
сондықтан кемі 7-8 жылдан кейін мүмкін өзгеруі барасың. мүмкін деп ойлайсыз ба? мүмкін менің пікірім емес, менің досымның пікірі. Сөйтіп мүмкін 7-8 жылдан кейін қайтадан футбол федерациясына сайлауға қатысатын сияқтымыз. Көреміз. Ол үшін тәжірибе жинау керек. Ол үшін әртүрлі байланыстар болу керек. Әртүрлі жобаларда, клубтарда жұмыс істесем, кейін мүмкін осындай мақсат қоямын. Енді осы былтыр сіздер жалпы жаппай бірнеше спорт комментаторы клубтарға қызметке барды. Өзара келісе алдыңыздар ма? Қалай болды ол? Бұған дейін ондай Бірінші болып Нұрсұлтан Құрман кеңесші ретінде Қазақстан футбол федерациясына кетті ғой. Осы кейсті өзі ашты, эстафетаны бізге берді. Кейін мен ауыстым, Элдар Аманбаев 6 айдан ұсыныс алды, бірақ ауыспады. Айбек Қабылша Қайсарға барды. Ермұхамед ауысты. Мүмкін солай шығар, кез келген клуб бәрін түсініп жатыр. Оларға да хайп керек, оларға да бақ пен футбол қоғамының назары керек. Сондықтан да олар осындай амбассадорларды, кеңесшілерді шақырып жатыр. Ордабасы клубы өткен жылы амбассадорды шақырды. Кейін кеңесшіні алып қойды. Сондықтан да клубтарға да жаңа демеушілер керек, жаңа аудитория керек демекші. Осыған орай осындай ұсыныстар түсті бізге. Мүмкін басқа біздің әріптестеріміз ауысатын сияқты көреміз. Кімдер? Қай клубтар және? Мысалы Әлімжан Тасболатұлы, егер бір команда шақырса оны, мен таң қалмаймын. Мысалы бірнеше тіл білетін, сонау Манчестер Юнайтед, Лидс, Челси командаларына арнайы шақыртумен съемкаларға баратын мықты әріптестерінің бірі. Мүмкін басқа әріптестер барады. Комментаторлар міндетті түрде ізденісте болу керек, клубтарда, федерацияларда жұмыс істеу керек, тіл үйрену керек. Сондықтан да бұл біздің ортақ жұмысымыз, жазу, талпыну, тырысу. Ал өйстіп жүріп сын айту кейінге қалып қалмай ма? Мысалға батыл нәрселер бұрынғыдай жаза алмай қаламыз деп. Мысалы бір жарым ай бұрын Тарас футбол клубына жұмысқа тұрдым. Қаншама рет мен футбол саясаткерлерін сынадым. Маған әзірше Тарас футбол клубынан ешкім хабарласқан жоқ. Бірақ енді Ордабасын сынап жатсаңыз, Ермұхамед хабарласып, Ербол, бұның не деп айтуы мүмкін? Бір-екі пост шығарып қойдым. Ол кісі ештеңе айтқан жоқ. Сондықтан да арасында өз пікірімді жазып тұрамын ғой. Бұрынғыдай батыл жаза бересіз бе, әлде ойланып кішкене оның салдары болуы мүмкін, жігіттер ренжіп қалуы мүмкін деген позитивті іздеуге тырысамыз ғой енді. Ол жағын Ермұхамедтің өзінен сұрау керек. Бірақ та егер біздің әріптестеріміз қолдау сұраса, әрине біз қолдаймыз. Бірақ та арасында ашшындықты айтып тұрамыз. Сын бұрынғыдай өткір болмауы мүмкін. Неге болмайды? Болады. Менің бірнеше әріптестерім бар ғой. Жастар бар демекші. Олар мысалы менен сұрайды: аға, біз не жайында жазайық? Осыны жазыңдар. Мына жақта коррупция бар, мына жақта келісілген матчтар бар. Мен өз мансабымды аяқтасам, кім айтады? Бір-екі әріптес қана қалды, бұл. Оларға да, жастарға да мүмкіндік беріп, оларға да тәлім беріп, олар да жаза берсін енді. Болмаса енді өзіңіз жалпы қазақ тілінде контент жүргізуге тырысасыз ғой? Бұл Мен негізі қажеттілік пе? қазақ мектебінде оқыдым ғой. 2006-2007 мектепті бітірген кезде кейін университетке түстім ғой. Кейін шетелде оқыдым, сөйтіп университетте орыс тілінде сабақ берілді. Қазақ бөлім ашылған жоқ. Сөйтіп осылайша 2010-да өз журналистикадағы мансабымды орыс тілінде бастадым. Ол кезде қазақ тіліндегі басылымдар болған жоқ. 1-2 сайт қана болды. Сондықтан да өз мансабымды орыс тілінде бастадым. Кейін Қазспорт телеарнасына, Хабар телеарнасына шығарған кезде негізі 2 тілде де кастингтен өттім, бірақ та осындай шешім болды. Спорт газетінде орыс тілінде жүргізе берсін-ау, қазақ тілі керек емес деп оқыдым. Акцент бар дейді, әлі дайын емес, жағынсақ мақұл. Болашақта да осы қарқыннан тайынбайсыз ба, әлде 2 тілде қатар алып жүресіз? Бүкіл контентінің 70-80% қазақша ғой енді. Егер де кез келген бір футболшы туралы деректі фильм түсірсем, әрине приоритет ол қазақ тілді футболистке. Бірақ та футболшының өзі орыс тілінде сөйлесе,
және де ол оқырмандарға көрермендерге қызық болса әрине орыс тілінде жасауға тырысамын. Мысалы қазірдің өзінде Мозес сияқты футболшылармен біз ағылшын тілінде жасаймыз, енді қазақша сөйлеспейді ғой, сондықтан да футболшыға ыңғайлы тілде сөйлесеміз. Аудиторияда айырмашылық бар ма? Мысалы қазақ тілді Байқадым, біз 2021-де Абаттың сақалы YouTube арнасын ашқан кезде көбісі орыс тілінде болды ғой. Кейін қазақшаға ауысқан кезде қаралымдар саны өсе бастады. Бірақ та цифрлар мен үшін маңызды емес. Маңызды ол сападан. оқырмандардың сапасы, оқырмандардың пікірі, видеоның сапасы. Және де өзім байқап жүрмін, Қазақстан футбол клубтарының ішінде қазақ тілді контент көбейіп жатыр. Бұрын орыс тілінде сөйлейтін, орыс тілінде жазатын медиа офицерлерді іздеген болатын. Қазір керісінше қазақ тілді контентке сұраныс пайда болды. Футболшылардың көбісі, әсіресе оңтүстік аймақтан шыққан футболшылар көбісі қазақ тілінде сөйлейді ғой. Мысалы, біз Қызылжарға барсақ, футболистердің қазақ футболшылар орысша сөйлейді. Мысалы, Павлодарға барса көбісі орысша сөйлейді. Бірақ та біз Тараз, Жетісай, Ордабасы сияқты футбол клубтарына барсақ, 100% қазақша сөйлейді. Және де оқырмандар сол аймақтардан өте көп, ол жақтан аудиториямыз да көбейе бастайды. Сондықтан да біз біртіндеп 100% қазақ контентін жасауға тырысамыз міндетті түрде. Сол болашақта болады негізі. Енді уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Оқырмандарға қызық бол деп ойлаймын, ниеттемін. Біз де солай ойлаймыз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.